Қайырлы күн достар. Қазіргі кезде ең актуалды болып жатқан тақырып 18 жасқа толмаған балаларға үкіметтен ақша беріледі деген. Соны егов арқылы қалай тіркейтінімізді көрсететін боламын. Ол үшін біз әдеттегідей осылай еговқа кіріп аламыз. Googleға егов десеңіздер, портал шығады еговтың. Соған кіріп аламыз. Осылай егов порталына кіріп алған соң, войти деген жоғарыда басамыз. Осы жерде ECP ключпен, немесе логин пароль, видеомен, QR кодпен де кірсеңіздер болады бұл порталға. Мен қазір ECP ключтің аутха файлымен кіретін боламын. Паролімізді жазып. Міне осылай басты бетте жоғарғы мына жерде аты жөніміз жазылып тұрады. Соның жанын басаңыздар. Личный кабинет дегенге кіреміз. Осылай личный кабинетке кірген кезде барлық данныйларымыз шығып тұрады еговтан. Осылардың арасынан біз тауып аламыз. Сведение детях дегенге кіреміз. Сразу жазсаңыздар, сведение о детях деп тұр. Осыған басамыз. Осы жерде бар жоғын бірінші тексеріп аламыз. Егерде жоқ болса, добавить деген тұрады. Соған добавить басып, мына жерге иіндеріңізді, балдарыңыздың иінін жазып, поискке жіберіп, міне шықса, добавить деп тіркей бересіздер осылай. Еш қиындығы жоқ. Осылай келесі адамды тіркейтін болсаңыздар, тағы да добавить деп, мына жаққа иінін жазып, поискке жіберіп, шықса, соны добавить етіп ала береміз. Менің видеом сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қолдап кетіңіздер.